өзім көшіп барып үлгі болайын, сол жақтың ыстық суығын көрейін. Іс-әрекет жоқ, тек қана ұран үшін жазылған. Осы жақтағы бүкіл осындай керемет ақпараттардың бәрін сонау қандастарға жеткізіп жатқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Біздің оқырмандар, көрермендер, біздің осы әрбір шығарылымды сериал күткендей күтіп отыратын осы ықыластарыңызға дән ризамыз. Енді бүгін бір керемет бір түсірілім болайын деп тұр. Өйткені біз осы мына солтүстік Қазақстанда жүргенімізді жақсы білесіздер. Қазір Қызылжар қаласында, солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар қаласында. Қызылжар қаласында болғанда тәуекел ұйымының қазір офисында. Былайша айтқанда Бурахан бауырымыздың көш бастап жүрген Бурахан бауырымызбен қазір бір әңгімелей болайық деп жатырмыз осы көштің жай жапсары туралы. Өйткені алғашқылардың бірі осы оңтүстіктегі қандастарды ағайындар солтүстікке шақырып жүрген, көш бастап жүрген азамат, ел бастап жүрген азамат, осының жай жапсарын сырына бізге қарағанда көбірек қанық. Сол үшін кейбір сұрақтарды Бурахан бауырымызға қойып арқылы сіздердің көкейлеріңізде жүрген кейбір сұрақтарға жауап табуымыз мүмкін. Сол үшін соңына шейін көріңіздер. Ал Бурахан бауыр, енді 3-4 жыл болды осы көшті бастап жүргелі солтүстікке нақтылы. Армысыздар құрметті ағайын, болыс мырза осылай арнайылап біздің ақындар мен батырлардың елі келді қасиетті мына атамекеніміздің, отанымыздың, республикамыздың солтүстіктегі қақпасы қорғаны Қызылжар қаласына қош келдіңіздер. Осы жерге келіп, осы жақтағы солтүстіктегі мына қандастарымыздың хал ахуалын көріп, осы жақтағы солтүстіктегі беретін мына жаңағы ұтқырлықтарды көріп, жаңағы тиімділіктердің бәрін қарап, қандай мүмкіндіктері бар екенін бәрін қарап, және осы жақтағы бүкіл осындай керемет ақпараттардың бәрін сонау қандастарға жеткізіп жатқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Бәріміз бір терінің пұшпағын елеп жүрміз, бәріміздің мақсатымыз отанға, елге қызмет ету. Мен үшін отан деген ол бір орман сияқты дүниеде. Ол орманның ішінде теректе, қарағайда, алма ағашта, емен ағашта өседі. Тіпті арам шөбі болмаса да орман емес. Әр қазақ сол өзінің қалаған ағашына су құюға құқылы. Сол қай ағашқа су құйса да сол орманның, яғни отанның игілігі үшін. Мен мына солтүстік Қазақстандағы шекараларды жаңағы бекітеміз, ошақтағы жаңағы босап қалған ауылдарға адам көшіреміз деп жүрсем, сіздер сонау елдегі Қытайдағы сол жақтағы жаңағы қазақ ағайындардың бері қарай елге келуіне жұмыс қам жасап жатсыздар. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Біз осы солтүстік Қазақстан облысында көш мәселесімен айналысып жүргенімізге міне биыл 3-4 жыл, жалпы 2021 жылы өзім мына жер жәннаты Жетісудан Талдықорған деген аумақтан бері қарай солтүстік жаққа қоныс аударған болатын. Келгенде бірде мына Шалақын ауданы Сергеевка деген елді мекенге қоныс тептім. Және көптеген видеоларымды, көптеген осы солтүстікке шақыру видеоларымды сол жаңағы Шалақын ауданында Сергеевке елді мекенінде жасаған болатын. Одан кейін бір жағдайлар болып, міне шамамен 1 жыл бұрын осы Қызылжар қаласының маңында мына жерде бір 30-40 километр жерде Бәйтерек деген қандастар тұратын керемет бір ауыл бар. Ол ауылда Монғолиядан келген, Қытайдан, Өзбекстаннан және басқа да елдерден келген қандастар, оңтүстік Қазақстан облысынан көшіп келген азаматтар бәрлесіп, бірлесіп, тату тәтті өмір сүріп жатқан бір Бәйтерек деген ғажап ауыл бар. Берекелі ауыл екен ғой. Берекелі ауыл. Сол ауылда тұрып жатқан жайым бар. Жаңағы көшіп келгенде мәселем сол 2021 жылдар бері қарай көшіп келіп, осы солтүстікке көш деген дүниені мына әлеуметтік желілерден насихаттап барынша жүріп, соны бір қарасам, бірдеңкеге көзім шалды. Мына солтүстікке көшіп келген қандас болсын, немесе жай ғана қарапайым оңтүстіктен көшіп келген азамат болсын, солардың бастарын қосатын, олардың жоғын жоқтайтын, мұңын айтатын ешбір ұйым жоқ екен. Жалпы мен негізінен солтүстікке көшіп келген азаматтарды мақсаттастар үзеңгілестер деп атағанды жақсы көремін. Сол мақсаттастардың арқа сүйейтін бір ұйымы болу керек деп шешім қабылдадым. Сол ұйым міне тәуекел ұйымы. Көші-қонмен айналысатын тәуекел ұйымы. Ұранымыз теріскей бізге аманат. Аманат, керемет, бәрекелді. Ал енді сұрайын дегенім, сол жерден көшетін кезде, мысалы Жетісудан, Талдықорғаннан көшіп келетін кезде осыны армандап келдіңіз ба? Жоқ, осы келгеннен кейін оянып осы арман мақсат жолына түстіңіз ба? Жалпы негізі мен жаңағы ұлтқа қызмет ету деген нәрсеге
бұрыннан бері ұмтылатынмын. Мен тіпті бұрыннан дайын екенсіз де осы. 2016-2017 жылдары мына біраз білетін азаматтар білуі керек. 2016-2017 жылдары ВКонтакте деген әлеуметтік желі болды. Сол әлеуметтік желіде мен Бөрілі Байрақ деген ұлтшылдар қауымдастығын құрған болатынмын. Сол Бөрілі Байраққа жүздеген мың адам жинап алып, осы қазақтың жастарына, қазақ халқына біз барымызша рухани қызмет қылуға тырыстық. Сол заманнан бастап мен осы ұлтқа, елге, қазаққа пайдам тисінші деген бір ниетпен өмір сүрген едім. Осындай бір ниетпен өмір сүріп жүріп, сол 2021 жылдары қарасам, мына солтүстіктегі көршіміздегі бір депутаттар, ол кезде Жириновский деген бір жанды депутат бар еді. Ол кезде тірі еді, қазір өлді. Сол бір отырып видеосында ойбай, мына солтүстік өңір деген, ол жерде біздің ұлттың өкілдері өте көп, ол Ресейдің жері деген сияқты бір әңгімені айтып қалды. Сондырақ әңгіме. Соны қарап отырып, ойбай деп, жаңағы әлеуметтік желіге солтүстікке көшіңдер, солтүстікке қазақтың қанын құю керек деп бір шулатып, ат ойлатып, бір жаңа ұрандатып бірдеке жазғым келді. Бірақ қарасам бәрі сондай нәрсе жазып жатыр екен. Бірақ солтүстікке көшіп барған адам жоқ. Іс-әрекет жоқ, тек қана ұран үшін жазылған. Соны қарап отырдым да, мынау сөз жүзінде қалмасын. Өзім көшіп барып үлгі болайын, сол жақтың ыстық суығын көрейін, суығына, аясына тоңайын, қарын кешейін деген ниетпен өзім үлгі болып көшіп келген жай. Сол себепті бұл келе салып осы жақта пайда болған ниет емес, бұл сонау жылы Жетісу, жер жаннаты Жетісудағы таулардың жанында отырып туған. Міне керемет, Ал енді, мысалы, осында келгеннен кейін осы ұйымды бастап кеттіңіз, бірақ жақсы нәтиже берді. Бұл қоғамда өте жақсы қарсы алуға бөленді бұл әрине. Содан бері қарай көшіп келген 3 жылда өзіңіздің межеңізде қанша отбасы болды? Сол өзіңіздің межелеген межеге жете алдыңыз ба? Жалпы белгілі бір меже деген нәрсе жоқ. Біріншіден мына нәрсені түсіну керек. Солтүстікке көшіп келген азаматтарға ақшаны да беретін, үйді де беретін, субсидиясын да беретін, жұмысын да беретін ол үкімет. Бұл солтүстікке көш бағдарламасы деген бұл үкіметтік бағдарлама. Еңбек министрлігіне тиесілі үкіметтік бағдарлама. Бұрын еңбек деп аталды бұл бағдарлама. Қазір қуатты Қазақстан, қуатты өңірлер, қуатты Қазақстан драйвері деп аталады, бірақ аты өзгергенмен заты өзгерген жоқ. Осылай. Менің айтқым келіп отырған не? Біздің басты мақсатымыз, ұйымның басты мақсаты, осы бағдарламаның нәтижелілігін арттыру. Біз белгілі бір жаңағы санақтар жүргізбейміз. Өйткені біздің басты мақсатымыз агитация. Біздің басты мақсатымыз осы солтүстіктің игіліктерін, тиімділіктерін барынша осы әлеуметтік желілерді пайдаланып, бері қарай көшті тарту. Жалпы негізі бұлай нақты осындай 500, 400, 300 отбасы деп айтуға болар еді, бірақ біз үйтіп айтпаймыз. Бірақ дегенмен солтүстікке осы соңғы 3-4 жылдың ішінде көшіп келген азаматтардың әрбір үшіншісі, төртіншісі біздің жасаған видеоларымыздан, біздің жаңағы шақыртқан, орталықтан шақыртқан үлкен журналистердің түсірткен видеоларының арқасында келіп жатыр деп мен аузым толтырып айта аламын. Бұл анық. Анық. Ал енді үкіметтің беріп отырған, солтүстік Қазақстанға беріп отырған квотасын саны қанша жылына? Мысалы, сонымен ғана шектелетін болса, біз қай уақытта солтүстікті қазаққа толтырып боламыз? Бұл айтып отырған дүниеңіз өте дұрыс. Жалпы негізі жыл сайын белгілі бір облыстарға квоталар бөлінеді. Біздің облыста бөлінген квотаның нақты саны 2570 адамға квота бөлінген. Одан кейін соның 10% қандастардікі. Яғни шамамен бір 250-270 адамға ғана қандастарға субсидия квота бөлінген. Сіз өте дұрыс айтасыз. Біз мына темппен, егер қазір біз жылына 2,5 мың адам ғана көшіретін болсақ, онда 10 жылда 25 мың адам көшіреміз деген сөз. Бұл деген теңізге
су тамызғанмен бірдей. Сол себепті біз қазір барымыз салып осы өңірлерге бөлінетін квоталардың санын арттыруға жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы негізі солтүстікке көшіп келем деген азаматтар өте көп. Бірақ өкінішке орай өкіметтің сондай бөлінетін квота, субсидия мәселелері кішкене таршылық қылып тұрған жайы. Бірақ дегенмен мен мындай нәрсе айтамын. Өкіметтен берілетін көмек бір аса бір қатты үлкен көмек деп тағы да айтуға келмейді. Енді адам басына 270 мың теңге деген бұл аса бір көп ақша емес. Бірақ реткені берілетін. Жаңағы 10 адам болса да 2 миллион 700 мың теңге алды дегеннің өзінде де солтүстікке көшіп келген азамат 2 сөмкемен ғана келеді. 2 сөмкемен ғана келеді. Ол осы жаққа келіп үй алса, үйдің ішінде жаңағы үйдің қажеттіліктеріне керек бір дүниелер болады. Мысалы, тоңазытқыш. Тоңазытқыш сатып алады. Одан кейін кір жуғыш сатып алады. Одан кейін жаңағы төсек орындар сатып алады. Сол себепті жаңағы берілген ақша жоқ болып кетеді. Үйдің ішін мүкәммалдарына жоқ болып кетеді. Жоқ болып кетеді. Одан кейін жаңағы тағы бір үлкен көмегі бар енді. Ол жақсы көмек деп ойлаймын. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысына оңтүстіктен шеттен келген қандастарға, мысалы, жергілікті бір адам өзінің үйін сатып тұратын болса, мысалы, 8 миллион теңгеге. Соның жарты ақшасын 50%-на дейін үкімет өндіріп береді. Яғни ол ақшаны үкімет қойып қайтарып береді деген сөз. Бұл негізі өте жалпы үлкен көмек деп есептеймін. Өйткені біздің солтүстік Қазақстан облысында жалпы газ жоқ болғаннан кейін бізде үйлердің бағалары салыстырмалы түрде басқа облыстардан анағұрлым арзан. Оны мына жерде бізде Қазақстан Республикасында жаңағы Крыша KZ, OLX деген құрылғылар, қосымшалар бар телефондарда. Содан солтүстік Қазақстан облысындағы сатылымда тұрған үйлер деп қараса, сол жерден ақ байқауға болады. Яғни 8 миллионға, 7-6 миллионға жақсы үй сатып алуға болады, қора қопсысымен. Сонда, мысалы, 6 миллионға бір адам үй сатып алып тұратын болса, оның 3 миллион теңгесін үкімет өндіріп беретін болса, демек ол 3 миллионға ғана жақсы үй сатып алып тұр деген сөз. Бұл негізі жалпы өте үлкен көмек деп түсінемін. Одан кейін қазіргі уақытта, мысалы, міне келесі жылдан бастап осы үкіметтің берілетін жаңағы 8 миллион болатын межесі. Енді қазір оны 12 миллионға дейін көтерді. Яғни солтүстікке көшіп келіп үй алам деген азаматқа 4 миллионға дейінгі емес, 6 миллионға дейінгі дүниеге үміт артса болады. Яғни 12 миллиондық үйді сатып алуына оның мүмкіндігі болады деген сөз. Бұл да өте тамаша. Барған сайын еселеніп бара жатқан жақсы болады. Және осы бір тиімділікті негізі көп адам дұрыс пайдасына жаратпайды. Осыны айта кетерім осы, дұрыс пайдасына жаратпайды. Өйткені анау жақта оңтүстікте мысалы қандас болып шетелден көшіп келген азамат сол үйге, сол ақшаға осы жақтан бір ескі үй сатып алам дейді, бет үйлердің бәрін қарап, ана үй ескі ұнамайды, мына жер онша емес, ана жер суық сияқты, төбесі төмен сияқты, қора қопсысы онша емес деп сөйтіп салыстырмалы түрде қарайды. Менің айтарым, неге сол 4,5-5 миллионға өзің үй салып алмайсың? Үкімет қазір біздің солтүстік Қазақстан облысының кез келген аудан орталықтарынан барып, мен жаңағы үй салғым келеді, маған жер бөліп беріңдер десе, жер телім береді. Жер телім береді. 10 сотық үй салуға. Ақысыз үй, атына аударып береді. Тек үй салу керек. Енді сонда 10 сотық жер бар. 10 сотық жері бар. Оны үкіметтен алудың жаңағы мүмкіндігі былай. Жер алғаннан кейін алып, міне іргетасын салады, іргетасы қойылды. Іргетасы қойылғаннан кейін соны қағазға толтырып, міне мен мына іргетас кетіргеніме, міне осындай 20 тонна шиыршық тас кетті. 50 мөшек цемент кетті. Осынша құм кетті, осындай жұмыс ақыға төледім, осынша деп бейтіп үкіметке барып өткізеді. Міне 2 миллион теңгеге мен фундамент қойдым деп. Сосын үкімет алады да, дұрыс екен дейді, сол 2 миллион теңгесі мұның шотына аударып береді, яғни өндіреді. Алады да, сол ақшаға алады да, бұл кісі алып қабырғасын соғады, төбесін соғады. Сосын айтады, міне мен осынша теңгеге кірпіш сатып алдым, осынша теңгеге цемент сатып алдым, мынау жұмысшыға төлеген ақшам деп бетіп шығарады да, оны барып өткізіп береді, өстіп жаңағы 4,5 миллион теңгені үкіметтен алады. Мынау меніңше өте тиімді ұсыныс. Өйткені
әр адамның қалауы әртүрлі. Біреу биік үйде өмір сүргісі келеді, біреу кішкентай үйде өмір сүргісі келеді, біреу тағы бірдеңке, бірақ өзі салған үйде өмір сүретін болады. Мына идеяңызды мен құптаймын. Өйткені бірінші мына жақта жаңа үйлер өте аз екен. Бұрын күн үйлерге әкеп жатыр ғой, бұл бірінші. Екінші, мен қазір сандық мәліметтерді көрсем, жалпы қазіргі солтүстік Қазақстан бойынша дайын тұрғаны 150 ғана үй бар екен. 150 отбасы келсе ары қарай үй жоқ деген сөз. Міне. Ал үкімет оған әзірше дайындап жаңа үй салып бермейді. Сол үшін жаңа үкіметтен берген игіліктеніп 4,5 миллионын беріп отырған 10 сотық жер телімін игіліктеніп өз ойындағыдай жаңа үй салып алу керек қой. Айтып тұрмын ғой. Ол жаңа үйді салып алса ол өте тамаша ғой. Иә. Ол өзі білет, қай жерде қалай жылы, өзі жылылап алады, солтүстіктің қысына, суығына, аязына икемдеп алады. Гаражын сап алады, қора қопсын, малдардың бәрін ол өзінікі ғой. Ертең ренжісе өзіне ренжиді. Иә, біреудің жаңа ескісін емес. Енді бірақ енді шамасы келмейтін адамдар енді әртүрлі ғой. Бірақ мен айтпақшымын, жаңа сіздікі ойыңыз сонымен құптайды деп ойлаймын. Екі түрлі топтағы адам, бір мүлдем шамасы келмейтін адамдар енді. Ол дайын үйге кіргісі келеді. Ал енді жаңа үйге мүмкіндігі бар адамдар жаңа үйге сөйтетін болса, мына жерде жаңа үй тапшылығын шешуге болады екен, үй тапшылығы. Мынандай зат қой. Жаңағы мүмкін ол адам бүйтіп үй салуға мүмкіндігі болмас деген әңгіме, негізі біз осы нәрсені жоюымыз керек деп ойлаймын. Біздің қазақ халқында бір керемет дүние бар, асар деген. Біз сол керемет дүниемізден қазір алшақтап біттік. Асарлас, бір-екі асармен ақ тұрғызып алуға болады дейсіз ғой. Асар деген дүниеден алшақтап біттік. Дәл қазіргі уақытта осы солтүстік Қазақстан облысында 15-20 мыңнан астам адам көшіп келген. Әртүрлі шеттен келген қандас болсын, оңтүстіктен келген, басқа жақтардан келген болсын. Міне, мен ойлаймын, осы әрбір елді мекенде көшіп келген азаматтар бар. Солардың бастарын қосып ұйымдастырып, міне бір үй салайық ағайын, міне екі үй салайық ағайын деп асарлататын болса, меніңше бұл нәрсе бір қатты қиын емес, қиын емес. Артық талап та жоқ қой. Біз осы нәрсеге икемдеуіміз керек. Дұрыс екен. Қолға бірінші береке бірліктің жұмысы асар дейтін нәрсе. Көмектесіп көп болып. Жалпы негізі бұл үй салу деген мәселеден көптеген елді мекендер ұтатын еді, бірақ бұл идеяны өкінішке орай көптеген адам дұрыс несіне пайдаланбайды. Жалпы. Әйтпесе қазір көшіп келген азамат өзі үй салатын болса, онда көптеген проблема шешіледі. Аудан орталықтарына адамдар өздері келіп қоныстана бастайды. Өз үйлерінде тұра бастайды. Және қазір мысалы көптеген азаматтарға берілген үкіметтік үйлердің кемшіліктерін айтып көбінесе шулайды ғой, мына жер. Иә, сондай ескі үйге, мына су екен деген ол мәселеден құтылады. Ол мәселеден құтылады. Ертең нетсе, үкімет айтады, өзің салған үй бізге не істейді. Оның сыртында мына үйге деген қазір сұраныс, үй таппай жүргендер, жақсы ауылдар бар, үй таппай жүр. Дайын үй. Сол мәселені де шешуге болады екен. Мысалы біздің нәрседе бір ауыл тұр, дәріптеу керек. керемет ауыл тұр, мысалы да. Фельдшер жоқ, кейбір нелерде мұғалім жоқ, бірақ адамдарды көшірейін десең үй жоқ. Үй жоқ, міне. Ал егер көшіп келген азаматтар өздері үй салып болатын болса, қандай тамаша. 100 қазақ көшіп келіп, 100 үй салып болса. Үлкен ауыл болғайды екен. Әртүрлі идеямен. Мысалы, қазір үкіметтен салып берген үйлер бәрі бір типтес. Көрдің ғой, мына Яблинкаға барсаң, бәрі бірдей. Бір инкубатордың, балапандардың үйшіктері сияқты. Ал қазір егер 100 азамат 100 үй салатын болса, 100 түрлі үй салады. 100 түрлі үй салады. Бұл деген ғажап емес. Ғажап, олдың бір тіпті бұлай көздің көркінің өзіне әдемі ғой, олдың көркінің өзіне әдемі ғой. Әртүрлі бір үлгілер келіп жатса. Мысалы, Алматының маңайын қараңызшы. Алматы жаңадан бір ауыл құрылады, бір жылда керемет көркейіп кетеді. Үй салудың маманы болып кетті қазақ. Расында осы жаққа да осыны қолдана көру екен әрине. Мен осы нәрсені айтамын. Осыны дәріптейік. Осы нәрсені дәріптейік. Мына Қытайда, мысалы, көптеген азаматтар бері қарай көшетін болса, енді Қытайдағы үйлерін сатып келеді. Оның өзі белгілі бір деңгейдегі ақша. Қытайда да үй арзан емес. Үкіметтің ақшасымен селбестіргені жақсы үй салып алуға болады мына жерден. Өмірлік отыратын дүниесі бұйырса ұзақ. Ол өзінің үйі. Өзінікі ешқайда. Малын да өсіреді. Үкімет жер беріп тұр. Бұл бір көтеретін тағы бұны көбірек дәріптейік. Ал енді бір жаңағы Гөте мәселесіне тоқталып бір тұжырымдай кетейікші. Осыны жоғарыға аңыс етуге бола ма, осының санын көбейтуге? Құзыретті орындарға жаңа куветаның санын көбейтуге мүмкін емес нәрсе жоқ деп ойлаймын. Егер сұраныс болғаннан кейін сұраныс болғанда
ұсыныс болады. Оны мынау жерлік облыстық қазына шығара ма, жоқ қана мемлекеттен берілетін? Жоқ, солтүстікке көшуге қаражат ол мемлекеттік қаражат. Мемлекеттің қазынасынан бөлінеді, орталықтан бөлінеді. Яғни облыстағы қазынадан бөлінбейді ол. Онда сол жаққа өтініш жазу керек екен, бұның санын біртіндеп көбейту керек те. Мысалы, енді мына мен де ойлаймын, енді орталықтағы кісілер осының басқармадағы қалай дегенде бұны азайтты. Бір кезде көп екен азайтып тастады. Неге деген игерілмей қалғанда, әрине, кейбір облыстарға көшіп келушілер азайғандықтан оны азайтып тастаған. Ал енді міне көбейіп, сұраныс көбейіп жетті, үгіт қызмет жүрілгеннен кейін насихат қызмет жүрілді әзір. Әрине. Көбейген соң әрине азайта білген адам көбейтіре білу керек қой. Сол орынға икемдей білу керек деп ойлаймын. Осыны да қолға алу керек құзыретті органдарға жүйелі түрде. Міне биыл былтырғы сан толды, және осындай адам асықпал, және көшіп келушілер көп, сол үшін бізге мынандай көлемдегі квотаны молайту керек. Және мен былай деп ойлаймын. Жалпы негізі солтүстікке осы солтүстіктің беретін тиімділіктерін, мүмкіндіктерін, ресурстарын пайдалана алатын адамдардың көшкені дұрыс. Сіз өзіңіз осы уақытта біздің солтүстік өңірлердің біршама аудандарын бәрін аралап шықтыңыз. Қай жерлерде қандай мүмкіндіктер, тиімділіктер бар екенін көрдіңіз. Жердің құнарлығын көрдіңіз. Мынандай біздікіндей құнарлы балбан ететі жоғары қара топырақ, тартсаң майы шығатын, не ексең бірдеңкені ағашты бітіп қадап кетсең келесі жылы көктеп тұратын жер Қытайда жоқ. Иә. 1,5 метр қара топырақ бапырап жатыр ішін керемет екен. Осы мүмкіндіктерді пайдалана алатын адамдар керек. Иә. Осы мүмкіндіктерді пайдаланып, картошкасын егіп, егінін егіп, одан шыққан жаңағы сабан-пабанын малына беріп, өзінің жаңағы жылыжайын жасап, соның дүниесін сатып, пайдаға кенеле алатын кәсіпке икемі бар. Іскер азамат керек. Бәсекеге қабілетті азаматтар керек бізге. Енді кез келген емес, мүмкін бар осыған ыңғайлы азаматтарды бірінші үгіттеп шақыру және ресми түрде таңдап алу керек деп ойлаймын. Жалпы рас. Мен мына нәрсе айтам. Басқа мемлекеттердің келген қазақтардан гөрі, мына оңтүстіктен келген қазақтардан гөрі, Қытай Халық Республикасынан келген қазақтар анағұрлым бәсекеге қабілетті. Неге деген сұрақ туады. Өйткені туа сала 1,5 миллиард Қытайдың арасынан көктеп шығып, сол жерден бетіп, нан тауып жеп жүрген азамат, ол мына жаққа келген кезде 20 миллион халықтың ішінен әдеттегідей дейсіз ғой. Әрине. Мына орша кең жер оның соңында. Әрине. Міне, сондай азаматтарды келтіріп. Бізде ойлап жатырмыз, сондай кәсіпорын, бірігіп үлкен нәрселер ашатын, осы жаққа кәсіпорын ашатын, жұмыс орнын ашатын, осындай игере алатын пысық. Мынау саяхат жағындағы тәжірибелері бар. Мынау жаңа осы жақ саяхат енді басталды, туризм деген. Ал Қытайда бұл басталғалы деген 20-30 жыл болды. Тәжірибесі бар, сол қызмет өтеген, миллиардтаған Қытайды қабылдап жүрген, жаздай қанша ат майлаған, анау қонақ үй ашқан, небір мынау саяхаттың маңайында ақша табатын жұмыс өте көп. Ұсақ түйек, біз ескермейтін, біз көрмейтін. Міне, сондай адамдар керек. Осындай мықты бәсекеге қабілетті, ошақтың ресурстарын пайдалана алатын, байи алатын, жұмыс бере алатын азаматтар керек. Міне, кәсіпорын ашып, мысалы, Қытайдан келген азамат қазір мына жерге келіп 200 сиыр бағатын, 200 сиырды бордақылап өсіретін сондай бір орын ашатын болса, ол 200 сиырды бағатын сиыршы керек. 200 сиырды сауатын сауыншы керек. Ол 200 сиырға шөп анау жинақтайтын тракторист керек. Менде бір 5 адамды кәсіппен адамды жұмыспен қамтып тұр. Міне, біз байларды көшіруіміз керек. Дәл екен. Жағдайы бар байларды көшіруіміз керек. Осы жақты көре алу керек қой. Ол көре алу үшін біз жаңағы көре алатындай жағында үгітті жалғастыру керек. Жаңағы қандай мүмкіндіктер бар екен. Біздің көрсетіп жатқанымыз да сол ғой. Жаңағы сіздікі де сол, біздікі де сол. Жаңағы жерде саяхаттар, жердің жақсылығын. Біздің кейбір үлкен бай кәсіпкерлеріміз өкінішке орай тек қана бір белгілі бір ауқымда ғана ойлайды. Белгілі бір шеңбердің ішінде. Мысалы, мен көптеген байларға айтамын, солтүстікке келіп, өзіңнің кәсібіңнің бір бұрышын филиалын ашсашы, бүйтсеш десем, маған айтатын сөздерім, солтүстікте адам аз, ол жерде клиент жоқ, саудамыз өтпей қалуы мүмкін. Кім тұтынады дейді ғой. Тұтынатын адам жоқ. Мен айтам, шекараның артында мына жерде 15 миллион орыс тіреп тұр мұнда. Шекара жақын жерде, мынау. Иә, шекараның ар жағында Омбы, Орынбор, Қазан 15 миллионнан астам ана ресейліктер тіреп тұр мына жерде. Көрші ғой жақын. Иә. Күніне мына біздің осы солтүстікке кем дегенде бір 2-3 мың ресейден мәшіне кіріп шығады, еріккендер.
Оның үстіне мына төте күре жол мынау. Омбы Орынбор мен Қазанды байланыстыратын орталықпен. Мынау шекараға осы қалай қанша километр дәл шекараға Мына жерден 70 километр жерде. Міне іргеде екен ғой. Іргеде. Мына Мамлюткінің ары қарай шықсаң Ресейден бірақ шығасың. Мына жерде бір тағы да не пункт бар, одан шықсаң ары қарай Ресейден бірақ шығасың. Әуелі міне жерде үлкен сауда базары айландыру керек екен. Мынау Қытайдың ішкі заводтарын алып келіп, мына жерден топ тарататын орталық. Мынау жақта 15 миллион халыққа да дүкеншілерге зат керек қой. Мына жерден үлкен базар ашу керек па деп қалдым әуелі. Ана Алматыдан тасып жүрген іске әкелу керек па деп. Мына Қырғызстанда Дордой деген үлкен базар бар. Ол Дордойдың кереметтігі сол бірнеше мемлекеттер сол жерде үлкен сауда саттық жасайды. Менің де осындай бір арманым бар. Міне. Осы Петропавлды бір хаб қып жасаса. Иә. Өте тамаша болады ғой. Бастау керек ол үшін. Адамдар өздері келетін. Біз анандай адамдарды шақырып емес былай. Адамдар өздері келетін жағдай жасауымыз керек. Бағана дұрыс айттыңыз. Сұраныс бар жерде ұсыныс болады. Біз сұранысты жасау керек соған, жағдай жасау керек сұранысқа. Иә. Бұл тақырып жарайды, өте үлкен ауқым тақырып, бұны талқылай жатамыз және алдағы жерде жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Мүмкін бізді көріп отырған оқырман көрермендер де ойсап жатқан болуымыз керек. Бұл жақта әдеттегідей елеусіз қарайды. Шет-шекара район, адам аз, суық жер, қатынас қолайсыз деп әйтеуір жол қатынас қолайсыз осындай дүниені ойлай салады да. Оны кейінге сырықпай кейін көреміз деген секілді. Бірақ бұл жерде өте үлкен мүмкіндіктер бар. Кей кездерде бір нәрсенің астарына жасырынып жатқан өте үлкен мүмкіндіктер бар. Соны ойлаңыздар, келіп аралап көріңіздер. Бұл жақта базар бос жатыр, басқа. Әр салада базар бос жатыр. Мал, егін, саяхат, бағымшылық, жаңағы базар, мына қаланың базарының өзі, осы жердің өзі Алматыдан тасып. Мынау үлкен қала. Қаланың өзі қанша жан сан бар осы жерде? Қаланың өзінде 270 мыңға жуық жан сан бар. Бір қызық айтайын, 270 мың жан сан болғанның өзінде де мына жерде дені дұрыс мал өлтіретін халал мал соятын мал сойхана жоқ. Сойысхана жоқ, сойысхана жоқ. Дені дұрыс мал базар жоқ. 270 мың жан сан бар бұнда. Иә. Жалпы немерес болсында 500 қанша мың жан сан ғой? Жалпы облыс бойынша 535 мың жан сан бар. Бірақ осы Петропавлда дені дұрыс халал мына шошқаның жаңағы шошқаны бірге соймайтын халал қасапхана жоқ. Қасапхана аш келді. Мал өлтіретін жер аш. Соны ашу керек. Өйткені мына жердің малы табиғи семіретте қандай еті тәтті. Әрине. Оны марка қылу керек. Қызылжар деген маркамен ет кету керек қойған біз. Мен айтып тұрмын ғой, мына жақта бар ғой, мал шаруашылығымен айналысу деген сұмдық. Картошка егіп тұрса, Құдайдың өзі суғарады. Иә. Құдай өзі суғарып береді саған. Сен суғарып қиналмайсың. Жер деген қара топырақ сұмдық енді. Сулы, нулы, қысығандай, белден қар. Тамаша, күрт аязда. 4 маусым анық қой бұл жердің өзі. Қысы қыс, жазы жаз. Қысы қыс, жазы жаз. Ал енді бір жерге біз Қытайда қандастарды, Монғолияда қандастарды шақырып жатырмыз. Өзіңді жақсы танитын жер дүниежүзі қазақтар. Ал енді бұл Ресейдегі қазақтар, мен таңғаламын, бұл Ресейден қазақтар келіп жатыр дегенді көп адам аузынан естімеймін, бұл неге жылжымай жатыр? Ресейде айтты, миллионға жоқ қазақ бар деп айтады ғой. Иә, Ресейде қазақ көп, Ресейден келіп жатқандар да бар. Бар ма? Иә, бар. Біздің бәйтерек ауылымызда Ресейден келген көптеген азаматтар бар. Иә, Ресейден келмей жатыр деген ол кішкене шалыс әңгіме. Сондай ма? Бірақ салыстырмасы аздау болуы мүмкін. Салыстырмасы аздау болуы мүмкін. Бірақ Ресейде, мына Ресейдің өмір сүріп жатқан жерлерінің көбі бұрынғы қазақтың жерлері. Олар өзінің сол ата бабасы жатқан моласының жанында отыр. Кереймен арғындар көп о жақта. Жалпы негізі біздің солтүстік Қазақстан облысының ортасын тіліп жатқан Есіл өзенінің оң қанатын, арғын, сол қанатын керейлер мекендеген. Енді осы көш басталғаннан бері мына жаққа міне кіші жүздің өкілдері, Жетірулар, Әлімдер, Байұлдар, Ұлы жүзден Дулаттар, Сергеластылар, орта жүзден ар жақтың Қоңыраттары, Наймандары келіп жатыр. Бұл деген өте бір керемет бір жағдай бұл. Керемет бір жайт. Осы бір жайтты біз уақытымен басып қалып бұл нәрсені өсіруіміз керек. Осындай бір керемет бір әңгімен бір жақсы көретін сөзім бар. Қараңғы деп айғайлай бергенше бір шырақтай болса да от жақсашы. Шырақтай болса да от жақсашы. Осы шырақтай болып бір от жағылып тұр. Осыны біз өшіріп алмай деп үрлеп
үлкейсу жарқырату керек. Жақсы ағайындар, Бурахан бауырмен бүгін әдемі әңгімеде болдық. Бұйырса жалғаста екінші жақ түсірілімдер болады. Сау саламет болыңыздар, бізге жазылыңыздар, жақсы деп жазыңыздар, тарқатыңыздар. Біздің мына Дойын каналға, YouTube каналға, TikTok каналға тіркеліп алыңыздар. Рахмет. Уа бауырым, қобдалық Ташкенті хан өлгейлік. Қазақтың бір баласы тілдей осы қағазға датын жазды көлдей ғып. 6 айдай зор еңселім жарық күнде жау тиіп жаттан құқай көрселім құйысқаным көтерілсе суырылар деп қанынан ес тұтатын семсерім. Қар орманым, телегейтек теңізім, абадандай атамның алтын құрсақты анамның махаббатынан жаратылған егізім. Тілін тығып аузына, ділін тығып бауырына сарымайдай сақтап отырған негізім. Қоныс екі жарылған өріс оты тарылған байтағым. Шалдарының ет жүрегі елжіреп, балаларының тұлымшағы желбіреп, ата жұртқа қашан қалай қайтарын кім білет? Соқыры мылқау керең болса ұлығым, арызымды кімге барып айтамын? Қамаудағы қасқыр боп, сағынышың тасқын боп, сен де жүрсің қанша рет қара түнде қаршытайдай қашқын кеп, мен де жүрмін қанша рет қара түнде есігімді аштым кеп, жалғыз қара көрінсе емірене құшағыма басқым кеп. Сен ол жақта көзің жасқа тұнып бір, мен бұл жақта көкірегім ұлып бір, қарғадымда қауыша алмай отырмыз шекарада құлып тұр. Уа бауырым, кілт төресі жүректегі кілт бұл, ашылмайтын есікті топсасымен жұлып кір. Қарабасың қанды сайда қалса да, емшектегі балаңды ел шетіне іліктір. Мойнымызға заман салған сынақ бұл, бір жауабын біз ғана табалатын сұрақ бұл. Қуат қылсаң, бауырым, қуат қылсаң, өз еліңді қуат қыл, суат қылсаң, өз жеріңді суат қыл. Жыласаң да, күлсең де, отаныңда жылап күл. Қарабасың қанды сайда қалса да, олды жеткіз, тәңір жар деп артынан жүгеніңді лақтыр. Сенің басың ноқталы, менің басым оқтөрі, ұлы дала оянып ақтаңымның атқаны, ұл қызымның шұрқырасып жатқаны, астананың жымын қаққан оттары, масайраға маужыраған шақтары, бәрі қуантады, қорқытады нақтағы. Шаңырағымда қырғырулы олыс бар, Қазақстан көгерсе екен деп тілеп, зар қылып жүрген жоқ бәрі. Жұртты көріп маңайдаға бөлінген, ұлтты көріп өз жанынан түгілген, сен қорқасың, айырылам деп тілімнен, ол қорқыныш па, мен қорқам, айырылам ба деп елді мына түріммен. Бәрін қазақ көтерген, бәріне де ет өлген, қайыр күтпей біреуден я бүгіннен, қысылғанда құдайына ғана жүгінген, тек мемлекетімнің болашағынан қорқамын. Әрнеге бір жалтақтап, әрнеге бір жүгірген. Уа бауырым, менің жаным сенің жаның тегіңнен, бабаларымның қан мен тені төгілген, аналарымның жас пен сүті төгілген, жер ұйықты сақтау үшін қарызға ғана берілген, қарыз сүйем жерімізден айырылсақ, бізге ұжымақ бола алмайды өмірде, бізге жаза бола алмайды өлімде. Уа бауырым, қобдалық Ташкенті хан өлгейлі қазақтың бір баласы, тілдей осы қағазға датын жазды көлдей ғып, әуелден ақ тағдырым салағайда бұлағай. Сен ешкімге қарамай, ештеңеге қарамай, көшіңді дүзе, бұқараңды баста кел, азаппен кел, тозақпен кел, қашта кел, өлім қырым аста кел, көшіңді дүзе, күтпесе де ұлығы, көз төрт боп тосқан ел. Көрсек бірге туған елдің тойында, бостандықтың шәрбет дәмін татайық, өлсек бірге туған жердің сайында, құшағымыз ажырамай жатайық. Ойбай, керемет. Міне, ағайын, келіңдер, біз сіздерді солтүстікте күтеміз. Біз осындамыз, тәуекел осында. Теріскей бізге аманат. Келіңдер, ағайын, көрші болайық. Осында өмір сүріп өсіп өнейік.